Сәлем, құрметті оқырман. Құрма ағашының боздауы. Пайғамбарымыз жұма күндері мешіттегі Хамнана деген құрма ағашына сүйеніп хұтпа оқитын. Кейіннен 3 баспалдақты мінбір жасатты. Пайғамбарымыз бен сахабалар бен бір жұма күні мәсжиде нәбиге жиналды. Пайғамбарымыз хұтпа оқуға мінбірге шыққан кезде бұрын сүйеніп тұратын құрма ағашы барлық адам еститіндей түрде буаз түйенің шығаратын дауысына ұқсас дыбыс шығарады. Барлық сахабалар ол дыбысты естиді. Дауыс тоқтамай шыға береді. Сосын пайғамбарымыз мінбірден түсіп қолмен құрма ағашын сипайды. Сонда барып дауыс тоқтайды. Құрғақ құрма ағашының пайғамбарымызды сонша жақсы көретінін көрген сахабалардың көзінен жас парлап аға бастайды. Осы оқиға туралы Хазіретті Аннас бин Мәлик мәшітінің өзі оның дыбысына теңселіп кетті дейді Ибн Әбу Уәда. Құрма ағашы шаттанып орнынан қозғалды. Пайғамбарымыз келіп оған қолын қойғаннан кейін ғана басылды дейді пайғамбарымыз. Аллахта ант етемін, егер оны сипағанында маған деген сағыныштан қияметке дейін солай жылап тұрар еді деген екен. Сосын пайғамбарымыздың бұйрығымен құрма ағашы адамдай жерленді. Қаласаң сені бұрынғы бақшаңа берейін, қайтадан өркен жайып қалпыңа кел. Қаласаң сені жұмаққа отырғызайын. Алланың достары жемісіңнен жесін дейді. Пайғамбарымыз оның бұлай дегенін естиді. Мені жұмаққа отырғыз, жемісімді Алланың достары жесін, және ескеріп шірімейтін жерде болайын. Ағаштың бұлай сөйлегенін пайғамбарымыздың қасындағылар да естиді. Пайғамбарымыз оған қалауыңды орындаймын деп жауап берді. Сосын сахабаларына қарап, фәнни жалған өмірінің орнына бақи мәңгілік өмірді таңдады деген екен.